ары қарай жетінші есеп қараңыздар. Біз мұнда мынау жай бөлшекті біз ондық бөлшекке айналдыру керекпіз. Оны қалай жасаймыз? Оны былай жасақ болады. 15 қосылған. Қараңыздар, мынаны ашып жіберейік. Мынау плюс пен минус біз білеміз, бұл бізде минусқа тең болады. Минус 15 минус 9,46 минус қайттан 23 бөлінген 50. Жақсы. 15-тен 9,46 азайтсақ, қараңыздар. 15-тен 9-ды азайтсаңыз, бұл бізде 6-ға тең болып қалады, бірақ біз 6-дан тағы да 0,46 азайтқанда бізде 5,6-дан неше қалады? 5,54 қалады. Кешіңіздер, 5,54. Минус, енді қараңыздар, математикада осындай бір ержеденде осындай бір әдіс бар. Мысалы, бізде минус 23-ті 50-ге бөліп керекпіз. Енді ыңғайсыз ғой бізге. Бірақ біз оны 1-ге көбейтсек, мән өзгермейді ғой. 1-ге көбейтсек, мән өзгермейді. Сондықтан біз 1-ге көбейтейік, бірақ біз 1-ді былай жазайық. 2 бөлінген 2 жазайық. Негізі мынау 1-ге тең ғой. Бірақ біз оны қазір қолданамыз. Сонымен қатар біз жауаптың мәнін өзгертпейміз. Өйткені біз по-любому былай орысша айтқанда изначальный сумманы 1-ге көбейтіп жатырмыз, ол бізде ауыспайды. Сонда 2-ге көбейткенде бізде ол неге тең болып қалады? Қараңыздар, 23-ті 2-ге көбейтсек 46 бөлеміз 100-ге. Сонда бізде 0,46-ға тең болып қалады. Көрдіңіз бе? Осылай оңайырақ. Енді азайту 0,46. Сонда азайтсақ бізде қараңыздар, 54-тен алдымен 46 азайтайық. Бізде 0,1-неге шығады. Сонда біз қалай болады? 14, 14-тен 6-ны азайтсақ бізде 8 қалып қойды. Сонда бізде 5,8 қалады. Жауабы Б. Жақсы ма? Жауабы Б болады. Ары қарай 8-ші есеп шығарайық. 8-ші есепте бізде тура осылай. Минус 83,14. Бірақ бізде мынау аралас бөлшек, смешанная дробь. Біз оны жай бөлшекке айналдырып, сосын ондық бөлшекке айналдырып жүрейік. Плюс немесе, қараңыздар, немесе былай жасақ болады. Көріп тұрсыз ба, бізде алдымен жауаптарға қарайық. Жауаптарымыз бізде аралас бөлшекте тұр. Сондықтан біз наоборот мынау 83,14-ті біз өзіміздің немізге айналдырайық. Өзімізге айналдырайық. Сонда бұл бізде минус 83,14 қой. Минус, жақсынан ашайық. Минус 19,2-ден 3. Минус 4 бөлінген 15. Кешіңіздер. Енді былай жасақ болады, қараңыздар. Мыналарды айналдырып жүрейік, ортақ бөлімдері жүрейік. Ортақ бөлімдері бізде 30 болады. Мынаны біз 3-ке көбейтеміз, мынаны 10-ға көбейтеміз, мынаны біз 2-ге көбейтеміз. Сонда бізде минус 83, астында 30, үстінде бізде неше алады? Үстінде бізде 12 болады. Минус, мұнда 19, үстінде 20, бөлінген 3, 30. Минус, үстінде 8, бөлінген 30. Бірақ қараңыздар, қазір қате шығып қалса, басқа әдіс көрсетемін. Мен өзімде қазір сенімсіз болып тұрмын негізі. Қараңыздар, енді 83-тен 19-ды азайтсақ, бірақ ол бізде минус болып тұр, екеуі. Сондықтан ол бізде қосылады екеуі. 83-ке 19-ды қоссақ, бізде 93 болады. 93-ке 9-ды қоссақ, бізде 102. Бірақ бізде тағы да 11-ді қосып атымыз. Сонда бізде минус 103 болады. Үстіне бізде қараңыздар, негізі минус қоя бүкілі. Сонда қосылғанда олар неше етен болады? Минус 40, Минус 40. Жоқ, былай есептейікші. Осы жерден біз айналдырып жүрейікші.
мына 10 үстінде минус қараңыздар 834 минус мұнда астында 3 үстінде 30 57 59 болады минус мына 15 пен 4 қалады. Жақсы. Енді қараңыздар, біз не істейік? Ортақ бөлім берейік. Ортақ бөлім бергенде бізде былай болып қалады. Минус 30 бөлінген. Мұнда біз 834-ті 4-ке көбейтейік. 3-ке көбейтейік. 834-ті көбейтеміз 3-ке. Қараңыздар, 2 бір ойда, 3-ті 3-ке көбейтсек 0, бір ойда. Қараңыздар, 8-ді 3-ке көбейтеміз 24 қой, бірақ біз 25 жасамыз. Өйткені мынау бір ойды қосып жібереміз. Сосын 25 02 қосылған 59-ды біз көбейтеміз нешеге? Көбейтеміз 10-ға, 590. Мынаны енді біз қосамыз 8-е. Осыған 8-ді қосып жібереміз. Минус қараңыздар, бізде 510-ға 590-ды қоссақ, бізде сонда 3000 неше болады? 3108 болады. 3108 бөлінген 30. Енді қараңыздар, мынау С вариантын қарап көрейікші. 103-ті 30-ға көбейтейік. 0, 0, 0, е? Қараңыздар, бізде мынау 9 болсын. Мынау 0 болсын. Мынау 3 болсын. 90 шығып кетеді. Оған 1-ді қоссақ 98 шығып кетеді. Так, бір жақта қателес қалдық па біз? Жоқ, негізі қателеспеу керек едік. Так. Жақсы, онда осы есепті қазір қалдыра салайық. Осы есептен бітірейік. Келесі сабақта мен осы есептің шығару жолын алып келіп беремін сізге. Жақсы ма? Жақсы оқушылар, онда келесі сабақта көріскенше.